Сәлем достар, сіздер Балжан мен Диана каналындасыздар. Және описаниеда оқып тұрғандай біз үйдегілерге жесткий вообще жесткий. Сіздер қазір байқап тұрған шығарсыздар. Достар, сендер байқап тұрғандарыңдай Балжанда өзгеріс бар. Образын қараңдар. Күшті бір образбен қазір үйдегілерге пранк жасаймыз. Балжан көрсетші. Біз бүйтіп айтамыз. Балжан ерін жасаттық деп, және салонға кіріп шашын өсірттік деп. Мынандай жалғанған шаш жасап алдық. Өте ұзын, ауыр. Балжан әрең көтеріп тұр бұны. Осымен қазір пранк жасаймыз. Давайте, достар, видеоның соңына дейін көріңдер. Өте қызық болады. Ал достар, бізге лайк басып, комментарий жазып, білдіруді ұмытпаңыздар. Сосын жаңа қазір үйдегілердің реакциясын көреміз. Өте қызық болмаған, мен қорқып тұрмаған, ұсы жүретін сияқты. Қазір көреміз. Негізі бұл карандаш қой, кетеді және шашта алынады. Достар, мына жақта Балжан тығылып тұр. Көрінбейтіндей, үйдегілер телевизор көріп отыр. Ештеңені ойлап тұрған жоқ. Ал енді қазір айтамын. Мама, мен сіздерге бірден айтайын ба? Жаңа біз Тараздан келдік қой. Тараздан келген кезде Балжанның образын өзгерттік. Мектеп бітіп жатыр ғой енді. Соң енді үлкен 4-ші сыныпқа барады, бастауышты бітіреді 4-ші классқа барған кезде. Соң кішкене бір күшті образ көрсеттік. Енді қазір көрсетейін ба сіздерге? Ұрыспайсыз ғой, Қазір көрейін. Балжан, кел. Күшті болып тұр ғой, қарсыңыздар. Мамасы мынау деген жас қой әлі бұндай істеуге болмайды ғой бұл әлі. Каникулға шықтым деп өстіп. Ботокс жасатты, сосын шашын өсірдік андай наращивание волос жасатып ше. Әдемі жарасып тұр ғой. Биттай ғой бұндай жасайтын отырыс емес қой. Не қарап жүрсің? Мен анау. Әкең өлтіреді, әкең келсін қазір жаныңды шығарып тұрған. Дұрыс емес вообще. Достар, апасы ұрсып жатыр. Апай ұрсады. Сен не жаңылмаш? Мынау, Ой, бәй, бірінші класс болады. Не опта? мынау не ғой онда еріндегіше не? Әшейін қызарып тұр ол. Кішкене ісік басылғасын әдемі болады. Содан кейін ғой қатты қызарып тұрған негізі. Шырақтарым мынау 11 бітірген жоқ қой. Онға да толған жоқ, қалай ұқсап беріп отырсың? Не термин ол? Мен қарсымын, бұған ше қарсымын. Білмей қалдық енді. Еліктеп өстіп, еліктемейтін адам. Адамның өзінің басы болады. Өзің әдемісің, сен өзің. Жоқ, не әдемі. Түрің әдемі өзің. Өзің принцессасың ғой. Қандай? Мен қарсымын бұған, вообще қарсымын. Қуаныш жарасып тұр ма Балжанға? Жараспай ма не? Ұнамайды ғой. Икалюк саған ше ұнап тұр ма? Шашым әдемі тұрған. Шашы әдемі, киімі әдемі. Көзі әдемі, бірақ ерні. Әй, бұл кетеді деймін, не кетеді? Бұл шандай әшені бірінші, екінші күн ісейдеді, сосын қызарған басылады. Мен Айналайна өзіңнің табиғи ерінің әдемі ғой балам ол, мынау не? Менен ұқсап тұрамайсың, мен сен апаның баласысың. Мен байқамай қалдым ше, ё-май. Қазір папасы не дейді екен? Бұл шашын көтере алмай жүр ғой. Енді бантикті қай жеріне тағады деп ойлайсыздар? Бұл ше мама алдай тұрады екен. Айтуымыз келеді Балжан, бір-екі ауыз, Мен енді сен қалағаннан кейін рұқсат бергем ғой, мен білмей қалдым ғой бұлай болатынын. Ё-майо. Кән еріңді ғой, бірақ жарасып тұр өзіне,
Прям андай шетелдің әншілері сияқты. Қыздар мәз. Ендіше мама мүмкін екі қыздың да шашын өсіретін шығармыз да сөйтіп. Ернін жасатсақ. Мама, жоқ тек шаш қана. Қуаныш саған жасаймыз ба? Шаш өсіреміз ба саған? Олардың бұл шаштың күтімі қиын екенше. Енді қалың шашты апаң өріп береді ғой, мама, сіз өріп бересіз ғой шашын, е? Ол үшін бір сағат отыру керек. Сағат бұрын дайындаламыз ғой, өреміз ғой. Шашты ғой, шаш ештеңе емес. Ерін болмаса ерін ұнамай тұр. Маған бәрі ұнап тұр. Маған ұнамай тұр. Бірақ маған кішкене ұнамай тұр. Енді бұл ісік кетеді деді ғой. Анау істеп берген тәтеше сөйтіп айтты ғой. Енді анау 9-ға толады, 3-ші сынып бітіріп жатыр, бір өзгеріс жасайын дедік. Енді біз ойлағанбыз бағана татуировка жасатамыз деп. Со татуировка жасатайық дебек, анау татуировканы. Әшейін жүрек қой, мама. Рұқсат сұрайын дедік сол. Жоқ, жүрекке еліктемейді. Өзі әдемі қыз, өзі жетеді, өзі сұлу, өзі әдемі. Бояудың керегі, бояусыз ақ әдемі. Барыс болып қойды ғой. Папасы келгеннен кейін қандай болады, қандай жағдайда болады. Соған енді дайын болыңдар, енді папасы дұрыс қабылдамайды деп ойлаймын. Апа, бұл негізі сізге Пранк! кетеді ғой, карандаш қой. Әшейін карандаш қой, шашы анау жаңағы алынып салынатын жа. Маманы қабылдадық қой, жерін кәдімгідей шок болдық қой. Міне карандаш. Жаман болдық қой, біз жаман болдық. Мә, мама, андай. Күтпедіңіз ба бізден бұндай? Күтпей қызынан бұндай. Кән, балжан жуып кеш барып сен ерніңді. Өзіңнің түрің әдемі ғой сен, өзің табиғи әдемісің. Қыздар, қалай болды пранк? Ұнады ма? Жоқ. Сендер де сөйтіп шок болып қалдыңдар ма? Өздеріңде солай жасатқыларың келді ма, ерін? Жоқ. Давайте шынымен жасатамыз сендерге. Жоқ. Мама, сізге жасатамыз. Апанікі и так только ғой. Қыздар, үйдегілердің реакцияларын көрдіңіздер. Барлығы сеніп қалды, прям апасы қатты ұрысты. Масқара, мен қорқып кеттім. Енді папасы үйде жоқ еді. Папасы келгеннен кейін папасына да көреміз оның реакциясын. Міне, достар, Балжанның өзінің әдемі, сұлу ерні бар. Күшті болып шықты. Мынандай сердечко жасап қойдық стрелкамен. Қызық болды. Өз түрің әдемі, әдемі, жас. Ой, болмаңдар. Ондай бояу керек. Апасының баласы еркелеп отыр. Ал, достарға не дейміз? Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Ал, всем пока! Достар, осы видеоның астына күшті комментариялар жазып, және қандай видео түсіретінімізді жазып кетіңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз. Сіздермен болған Балжан мен Диана каналы. Всем пока!